4 жылдық колония Нұрсұлтан Қайратұлына ең басты бір қағиданы үйреткен еді. Тірі қалқың келсе, ештеңеге араласпа. Бірақ сол кеште бет қаратпас аязды жел жүзді осып, бос жатқан қара жолда жақын маңдағы елді мекенге дейін бірнеше шақырым қалған сәтте дәрігерлік түйсік түрме сақтығынан күштірек болып шықты. Ол бір дыбысты естіді. Желдің арасынан әрең білінген, тасталған күшіктің қыңсылағандай әлсіз дыбыс. Сол үн оны өздігіне жолдан бұрып, терең орға қарай жетеледі. Қолын тоңдырған қарды арши отырып, ол қымбат пальтоның жатқан матасына қолы тигенін сезді. Оның астында беті көгеріп кеткен жас әйел жатты. Көздері жұмулы, кірпіктерін қырау басқан, ал қолдары кеудесіне оралған, үлкен түйінді жанұшыра қысып ұстап отыр. Нұрсұлтанның жүрегі зырқ ете қалды. Кез келген патруль бұрынғы сотталған адамды мәйіттің үстінде көрсе, ештеңе сұраймайтынын ол жақсы білетін. Бірақ дәрігер көзі жағдайды бірден аңғарды. Әйелдің тамыры әлсіз ғана соғып тұр. Ол үсіп бара жатыр еді. Ол орамдағы сәби тірі болатын, бірақ әр секунд сайын даусы бәсеңдеп бара жатты. Басында бір ғана үрейлі ой соғылды. Кете ғой, жаңа ғана бостандыққа шықтың, өміріңді қайта күйретпе. Бірақ қолы өздігінен қимылдады. Ол арзан күртесінің сыдырмасын жұлып ашып, сәбиді анасының мұздай құшағынан суырып алды да жалаң кеудесіне қысты. Жылудың алғашқы тамшысы тигенде нәресте бірден тыныштала қалды. Төз балам, мен бостандыққа шыққан алғашқы күнімде сен өлмейсің, естіп тұрсаң ба, дем ал, деп күбірледі ол, күртесін иегіне дейін қымтап жатып. Сол сәттен бастап ол жай ғана жолаушы емес, қайтар жолы жоқ тағдырдың тұтқыны екенін түсінді. Нұрсұлтан әйелдің жағасынан ұстап, тайғанақ жолда әр қадам сайын арқасына сырқыратып, оны жол жиегіне қарай сүйрей бастады. Күртесінің астында әлсіз ғана қимылдаған тіршілік бар еді. Әйелдің денесі ауыр, қар жеңіне толып, көзін тер басты. Бірақ ол тоқтамады. Ақыры жол жиегінде жалғыз шамның жарығына жеткізіп құлатты. Сол кезде алыстан жүк көлігінің жарығы көрінді. Нұрсұлтан жолға жүгіріп шығып қолын бұлғады. Ескі фургон сықырлап әрең тоқтады. Күйген резеңке мен түтіннің иісі аңқыды. Кабина есігі ашылып, қолында темір таяғы бар жуан жүргізуші секіріп түсті. Ол Нұрсұлтанның тақыр басын, күртетесінің астынан көрінген түрме киімін байқап, бірден шошынып ашуға булықты. Не істеп тұрсың, дөңгелектің астына түспекшісің бе, деп айқайлады ол. Аға, көмектесіңізші, мұнда әйел үсіп жатыр, кеудемде сәби бар, ауруханаға апару керек, деп ентіге жауап берді Нұрсұлтан. Бірақ жүргізуші тыңдамады. Ол тек бұрынғы сотталған адамды және қар үстіндегі денені көріп тұрды. Сен өлтірдің ғой, енді маған жабайын деп тұрсың, жақындама, басыңды жарамын, деп шегіне бастады. Нұрсұлтан оның соңынан бір қадам жасады. Дәрігер екенін, адамдарды құтқару керек екенін айтқысы келді. Бірақ жүргізуші кабинаға кіріп, есікті тарс жапты да біреуге абыржып қоңырау шала бастады. Арада 1 минут өтпей жатып, түн тыныштығын сирена үні бұзды. Бұрылыс жақтан полиция көлігі зу ете қалды. Сол сәтте Нұрсұлтан өзінің енді көмектің орнына айыпталушыға айналуы мүмкін екенін түсінді. Полицейлер қаруларын кезеніп, көліктен секіріп түсті. Қозғалма, қолыңды көтер, тізерле, деген айқайлар желдің гуілін басып кетті. Жүк көлігінің жүргізуші терезеден басын шығарып, саусағымен Нұрсұлтанды нұсқап айқайлады. Осы әйелді осы өлтірген, мен көрдім, ал күртесінің астында бірдеңе жасырып тұр, қару шығар. Жас жүйкесі жұқарған бір полицей пистолетінің затворын тартып, қаруды Нұрсұлтанның кеудесіне, дәл сол жерде тынышталған сәби жатқан тұсқа бағыттады. Тізерле, жедел, деп айқайлады полицей. Қолыңды көретіндей ұста, ішке дейін санаймын. Нұрсұлтан қимылсыз қатып қалды. Арқасынан мұздай тер аққанын сезді. Егер нұсқаулық бойынша ептеп жатса, кеудесіне қысқан нәзік сәбиді өз салмағымен жаншып тастайды. Ал егер тік тұрса, оқ тиеді. Өйткені олар үшін ол бұйрыққа бағынбай тұрған қауіпті қылмыскер ғана. Күртемнің астында бала бар, мен жата алмаймын, деп айқайлады ол сиренаның үнін баса алмай. Бірақ дауысы шудың ішінде жоғалып кетті. Күдіктінің бұйрықты орындамай қолын кеудесіне жақын ұстап тұрғанын көрген сержант алға бір қадам жасап, саусағымен сүртпені таяды. Уақыт шексіз 1 секундқа созылып кеткендей болды. Нұрсұлтан сержанттың адреналиннен үлкейген көзін көріп тұрды. Аяғын жанында жатқан
әйелдің қарлыңқы тынысын естіп тұрды. Кез келген қимылы қару суыру деп қабылданатынын түсінді. «Бір» деп айқайлады полицей. Сол сәтте Нұрсұлтан тісін қатты қысып жалғыз мүмкін шешім қабылдады. Ол жатпады. Ақырын ғана күртесінің сыдырмасын аша бастады. Іштей жалбарынып тұрды. Пистолет ұстаған жігіттің жүйкесі шыдасын. Дәл қазір кішкентай жазықшы жүрек соғып жатқан жерге оқ атпасын. Аурухананың дәлізі Нұрсұлтан Қайратұлының хлор иісі мен қанның темір татындай дәмі аралас ауыр ауамен қарсы алды. Бұл иіс оны бірден өткеніне лақтырып әкетті. Бірақ енді ол бұйрық беріп тұрған бас дәрігер емес еді. Ол қабылдау бөліміндегі темір ондықта кісенделген құқықсыз адам болатын. Жанынан сімбілмен зырғып өтіп жатты. Ақ қалаттар мелт етті. Реаниматологтар қысқа бұйрыққа толы дауыстар естілді. Қабылдау бөлмесінің есігі әр ашылған сайын ол мойнын созып, әйел мен сәбиге не болып жатқанын көруге тырысты. Жедел жәрдем көлігінде ақ оларды одан алып кеткенді. 3-ші дәрежелі гипотермия, жылы ерітінді венаны абайлап кенет қыздыруға болмайды деп айқайлады. Ол жанынан құрал-сайман көтерген мейірбикеге жүгіріп өткенде, бірақ ол тек Нұрсұлтанның кір басқан бушлатымен кісеніне жирене қарап, «Жабыл қылмыскер, сенсіз де білеміз, тергеуші келгенше қимылдама» деді. Бұл менсінбеу оның білегін тіліп тұрған темір кісеннен де қатты күйдірді. Нұрсұлтан ішінен айнығанын сезді. Өйткені ол кезекші бригаданың әлсіреген сәбиді өлтіруі мүмкін стандартты хаттамамен қымбат минуттарды жоғалтып жатқанын анық білетін. Ол бүкірейіп отырды. Арқасын суық қабырға қарып барады. Бөлімшенің түкпірінде әбігерге бірте-бірте басылып, оның орнын медицина тілінде бір ғана мағынаны білдіретін үрейлі тыныштық басты. Өліммен күрес, нәтижесі белгісіз. Ішінде бәрі түйіліп қалды. Ол оларды аяздан құтқарды, бірақ өзін тек қауіп деп көрінетін жүйеден құтқара алмады. Өзінің жарылған, жел қаққан қолдарына қарап отырып, тағдырдың ащы мысқылын ойлады. Тазартуға үміт берді де, сол сәтте жұлып алды. Оның орнына өз өмірінен де қымбат болып кеткен бөгде тіршілік үшін үрей қалдырды. Жарты сағаттан соң бөлімше есігі тарс ашылып, ішке суық ауамен қымбат кашемир пальто киген ұзын бойлы ер адам кіріп келді. Түрінен ақ өмірдің иесі екенін байқалатын Нұрсұлтан бірден түсінді. Міне, сол баланың әкесі, әйелдің күйеуі. Оның соңынан қолтығында папкасы бар шаршаңғы тергеуші кірді де, бірден бұрышта отырған Нұрсұлтанды нұсқады. «Мына азамат Болат. Дәл осы адам оларды тапқан, қарда жатқан әйелді». Болат кілт тоқтады. Тегіс күтімді жүзі, мінсіз қырқылған сақалы бар келбеті бір сәтке түсініксіз бір кейіпке енді. Нұрсұлтан ол кейіптен ештеңе оқи алмады. Бұл оның жүзіндегі сезім жеңілдік емес еді. Керісінше ашуға араласқан ыза, көңіл толмай байқалады. Бірақ келесі сәтте ол өзін қайғыдан қан жұтқан күйеудің кейпіне енгізді. Ол баяу ғана орындыққа жақындады. Нұрсұлтан оның бойынан аурухананың сасық иісін басып кететін қымбат әтірдің иісін сезді. Ақшаның, биліктің иісі. Ол иіс әрқашан оның жүрегін айнытатын. «Осы сен бе?» деп сұрады Болат үстінен төмен қараған күйі. Көздері мұздай суық, ішінде бір тамшы да алғыс жоқ, тек есептелген қатыгездік. «Мен оларды тас жолдан таптым. Бала үсіп бара жатты. Сіздің әйеліңіз» деп Нұрсұлтан орнынан тұра бастағанда, полицей оның иығынан дөрекі басып отырғызды. «Отыр, сұраққа отырып жауап бер». Болат ернін жиіркене қисайтып тергеушіге бұрылды да, әдейі қатты дауыстап, бүкіл персонал еститіндей сөйледі. «Қандай қар, қандай жол, не айтып тұрсыздар? Бұл зек менің отбасымды ұрлап кеткен». Динара күндіз маған қоңырау шалып, саябақ маңында бір маньяк соңдарынан еріп жүргенін айтты. Сосын байланыс үзілді. Мен оларды кеш бойы іздедім. Мынаған қараңызшы, тап аң сияқты. Әрине ақша талап етпек болды. Не одан да жаман ойы болған. Ал істегенін түсінген соң өзін құтқарушы етіп көрсеткісі келген. Нұрсұлтанның тынысы тарылды. Қаны самайына шапты. «Не деп тұрсың? Мен оларды қаладан 10 шақырым жерден, орман жақтан таптым. Әйел ес-түссіз жатты. Бала демалмай бара жатқан». Бірақ Болат еңкейіп тура бетіне жақындады. Нұрсұлтан оның көзінен қара құрдымды көрді. «Жабыл, сенің сөзіңе кім сенеді деп ойлайсың? Бұрынғы сотталғанға ма? Мен сені жер қыламын. Ұлымды лас қолыңмен ұстағаның үшін сен түрмеде шірейсің.
Нұрсұлтан қабырғаға сүйеніп айналаның жүзгендей болғанын сезді. Бас ішінде ащы күйдіргі ойлар айнала бастады. Қандай оңай, бәрін төңкеріп тастауға болады екен. Полицейлердің оған енді куәгер емес, айыпталушы ретінде қарап тұрғанын көріп, бәрін түсінді. Мына жылтыр костюм киген адам бір ауыз сөзбен ерлікті қылмысқа айналдырды. Ең қорқынышты жүйе бұл өтірікті қуана қабылдайды. Өйткені солай ыңғайлы. Бір зек бар, бір зәбірленуші бар. Іс жабылды, марапаттар таратылды. Нұрсұлтан жағдайды дәрігерше суық ақылмен саралады. Болат әйелінің халін сұрамады, ұлы жатқан палатаға ұмтылмады. Оны қызықтырған жалғыз нәрсе куәгерді жою және өз нұсқасын бекіту. Ол қар арасындағы әйелдің қалпын есіне алды. Ол қашпаған, ол тығылған, баласын денесімен жауып жатқан, соққы күткендей. Ал енді Болаттың мінсіз костюміне, жыртқыш бейнесіне қарап тұрып Нұрсұлтан сұмдық шындықты ұқты. Бұл адам отбасын іздеген жоқ, ол олардан құтылмақ болған. Ал құтқарушының пайда болуы оның бүкіл жоспарын бұзды. Ол өтірік айтып тұр деді, айқайлады Нұрсұлтан тергеушінің көзіне тіке қарап. Телефон қоңырауларын тексеріңіздер, трассадағы көлік іздерін қараңыздар. Ол оларды өлуге тастап кеткен. Бірақ тергеуші шаршаңқы күрсініп папкасын жапты да конвойға бас изеді. Әкетіңдер, бокске, ұйықтап алсын. Ертең ұрлау және ауыр дене жарақатын келтіру бойынша рәсімдейміз. Мұнда бәрі түсінікті. Осыны естіген Болат ерінің шетін ғана білдірер білместен жымиып, манжетін түзеп Нұрсұлтанға еститіндей сыбырлады. Сен сияқтылардың орны тор, адамдардың арасында емес. Әйелім есін жимасын деп тіле, әйтпесе туған күніңе қарғыс айтқызамын. Конвой Нұрсұлтанды жұлқып орнынан тұрғызды. Кісен сүйегіне батып, оны дәлізден реанимациядан әрі сүйреді. Ал құлағында сол сыбыр жаңғырып тұрды. Түрмеде жаман азапты соңы бар екен сездірген сыбыр. Ең қорқыныштысы, жабық есіктің ар жағында оны ақтай алатын жалғыз куәгер дәл қазір өлімнен арпалып жатты. Ал оған көмектесе алмады. Бокс есігі тарс ашылды. Темірдің сартылы Нұрсұлтанды ауыр, жабысқақ меңіруден селт еткізіп оятқандай болды. Есіктің алдына тергеуші тұр екен, бірақ бұл жолы оның жүзінде бұрынғы шаршаңқы сенімділік жоқ. Тек жүйкені жегідей жеген қысым мен біртүрлі үрейлі шешім байқалды. Тұр Болат, деді камераға кірмей-ақ. Дауысы бетон қабаста жаңғырып кетті. Жәбірленуші есін жиды. Дәрігер бетпе-бет кездестіруге 2 минутқа ғана рұқсат берді. Егер сені көрсетсе, осы жерден тікелей тергеу изоляторына кетесің. Әңгіме болмайды. Нұрсұлтан орнынан тұрып, қисық отырғанына үйіп қалған аяқтары қорғасын құйғандай ауырлап, жүрегі қабырғасын бұзардай соғып тұрды. Демі қысылды. Бітті. Ол әйел күйеуінің қорқытуынан үрейленіп, баласын қорғау үшін айтқандарын қайталайтынын түсінді. Ал өзін кездейсоқ құтқарушыны бай отбасының әдемі жалған бейнесін сақтау үшін құрбан етеді. Конвой оны арқасынан дөреки итеріп, олар дәрі-дәрмекпен қайғының иісі сіңген ұзын дәліздермен реанимацияға қарай жүрді. Түнгі аурухананың тыныштығында әр қадам жаңғырып, шындық сәтін жақындата түсті. Жансақтау палатасы ыстық әрі тым тырыс еді. Тек мониторлардың бірқалыпты пип-пип еткен дыбысы мен өкпенді жасан жеңілдету аппаратының ысылы ғана естіледі. Бөлменің ортасында түтікпен сымға шырмалған күйі ол жатыр. Динара беті жастықтан да әппақ, көзінің астын қара көлеңке басқан, бірақ қабақтарының дірілі сананың өшпей өліммен арпалып жатқанын білдіріп тұр. Кереует жанында құзғын құстай төніп күйеуі Болат тұр. Ол әйелінің қолын ұстап, сырт көзге қамқорлық. Ал Нұрсұлтан дәрігерлік көзімен еркектік саусақтарын буындарын ағарып кеткенін, нәзік білекті қандай күшпен қысып тұрғанын, оның ауырсыну беріп тұрғанын анық көрді. Айта ғой жаным, деді Болаттың дауысы, балдай жұмсақ, бірақ ішіне Болаттың сыңғыры бар еді. Полиция осында, оларға не істегенін айт. Айт, үйге ұлымыздың қасына қайтамыз, ол сені күтіп отыр. Ол сәл еңкейіп әйелді көлегейлеп тұрып, екінші қолымен бір қозғалыс жасады. Нұрсұлтан байқап қалды. Ол оның тамырындағы катеттерді саусағымен қысып тұр еді. Бұл үнсіз бірақ анық белгі болатын. Бір қате сөз ауырады. Динара көзін әрең ашты. Көз қарасы болдырап, төбені кезіп барып, күйеуіне тоқтады. Кеңейген қарашығында аңдық
алғашқы үрей жарқ етті. Ол қолын тартып алмақ болды, бірақ Болат жібермеді. Ернімен ғана жымиды, ал көздері жазалауды уәде етіп тұрды. Осы ма деді. Саябақта саған шабуыл жасаған адам осы ма? Ол басын есік жаққа, конвой ортасында тұрған Нұрсұлтанға қарай изеді. Нұрсұлтан айғайлағысы келді, араша түскісі келді. Бұл қойылымды тоқтатқысы келді, бірақ тамағын түйіп қысып, дыбыс шықпады. Ол әйелге қарап тұрды, ішінен жалбарынып тұрды. Күш тапшы Динара. Динара басын баяу бұрды. Олардың көздері түйісті. Нұрсұлтан оның жанарынан танығанын көрді. Сол бір қар үстіндегі таныған көзқарас. Ол баланы бушылатына ораған болған көзқарас. Ол бәрін есіне алды. Ерні қозғалды. Суықтан жарылған, кібірсіген ерні. Жоқ, деді ол сыбырлап. Бұл әлсіз ғана дыбыс палата атылған оқтай қатты естілді. Болат сілейіп қалды. Жымиысы дір етті де сырғып кетті. Орнында жыртқыштың аралы қалғандай болды. Ол әйелдің қолын бұрғандан да қатты қысып құлағына еңкейе сыбырлады. Сен сандырақтап жатырсың жаным, шоқтасын, жақсылап қара. Бұл зек, ол мирасымызды ұрлады. Бірақ дәл сол сәтте Динара жастыққа жатқан күйі бар күшін жиып, жолына алға ұмтылды. Қолын оның қысқышын босатуға тырысты. Мониторлар аш жөнмен шыңғырып қоя берді. Пульс күрт көтерілген тіркеп жатты. Бұл емес. Оның дауысы айғайға айналып, қарлығып, үмітсіздікке толды. Ол бос қолын көтеріп, дірілдеген саусағымен Нұрсұлтанды емес, қасындағы қымбат костюм киген ер адамды нұсқады. Бұл сен, біз алып шыққан сен, трассада есікті ашқан сен ауру бала, маған керек емес дедің. Палата өлі тыныштық орнады. Тіпті аппараттардың әлсіз пип-пип еткен үні де бәсеңдегендей болды. Осыған дейін қабырғаға сүйеніп тұрған тергеуші тіксініп тіктеле қалды. Қолы еріксіз кобурасына барды. Тамшыларды ауыстырып жүрген медбикелер аң-таң болып қатып қалды. Болат баяу ғана тік тұрды. Әйелінің қолын жіберді. Енді оның жүзінде қамқор күйеу маскасы жоқ еді. Онда тек қолындағы картасы жаман шыққан, бірақ әлі берілмеген ойыншының суық, есептелген ашулы тұрды. Ол тергеушіге бұрылды. Даусында менсінбеген аяныштың салқыны бар еді. Сол үннен Нұрсұлтанның іші мұздап кетті. Мен сізді ескерткенмін, дәрігер, деп Болат сабырмен мінсіз пішілген пиджагын түзеп, оның босанғаннан кейін психозы бар. Бір апта бұрын баланы жастықпен тұншықтырмақ болды. Мен жасырып жүрдім. Үй ішіндегі дауды сыртқа шығарғым келмеді. Ал енді өз кінәсін маған аударып отыр. Мынаны қараңыздар, оның есі дұрыс емес. Ол өтірік айтып тұр, деп айқайлады Нұрсұлтан. Кісен тартып қалғанына қарамастан алға ұмтылып, оның қолына қараңыздар. Бұл көгерулер, соның қысқан ізі. Ол оларды өлтірмек болды. Міне күдікті де, деді Болат жеркене оған қарамай-ақ, сосын дәрігерге бұрылды. Мен әйелім мен ұлымды серіктесімнің жеке клиникасында шұғыл ауыстыруды талап етемін. Мұнда тиісті психиатриялық көмек көрсетілмей отыр. Мен оларды дәл қазір алып кетемін. Жас сенімсіз дәрігер абдырап қалды. Бірде беделді бизнесменге, бірде айқайлап жатқан науқасқа, бірде кісендегі бұрынғы сотталғанға қарап тұрды. Ақша мен биліктің салмағы оған бетон тақтайдай басып тұрды. Мүмкін сіз дұрыс айтып тұрған шығарсыз, деп күбірледі ол. Кейін шегініп, науқастың жағдайы тұрақсыз, қудалау, сандырағы босанғаннан кейін. Жоқ, деп айқайлады Динара орнынан тұруға тырысып, бірақ күші жетпей, қайтадан жастыққа құлап, бөксіп жылай бастады. Нұрсұлтан аяғының астынан жер сырғып өткендей болды. Тұзақ қайта жабылды. Бұл жолы бұрынғыдан да қорқынышты. Шындық айтылды, бірақ сол сәтте-ақ шындылық деп боялып шыға келді. Ол тергеушінің Болаттың сенімді тонына еріп, қолын кобурадан алып конвойға ишара жасағанын көрді. Олар жеңді. Бір сағаттан соң Динараны жабық клиникаға алып кетеді. Онда оның дәрімен есеңгіретіп, тірі өлікке айналдырады. Ал бала жай ғана жоғалады. Болат Нұрсұлтанға қысқа ғана тек көзбен жымиды. Бұл күлкі сөзден де анық еді. Сен ешкімсің, сен жеңілдің. Конвойлар Нұрсұлтанды қолтығынан ұстап, есікке қарай бұрды. Сол сәтте ол түсінді. Қазір ол өз бостандығы емес, олардың өмірін жоғалтып жатыр. Ал бұл кез келген түрмеден де қорқынышты еді. Тоқтаңдар. Нұрсұлтан айқайы жалбарыну емес, атылған оқтай шықты.
Конвойлар еріксіз бір сәтке босаңсыды. Сол үмітсіз үзілісте оның көзі Болаттың мінсіз аңызына сыймай тұрған жалғыз ұсақ детальға түсті. Ойына кенет найзағайдай түскен болды. Болат манжетін сәнмен түзеп тұрғанда қымбат аяқ киімдегі бір аяғы алға шығып кеткен еді. Дәл сол кілт болды. Оның аяқ киіміне қараңыздар деп айқайлады Нұрсұлтан. Тергеуші құлағындағы шуылдан оның дауысын естісін деп бүкіл денесімен жұлқынып, ол кеш бойы орманды, суық қарды кезіп іздедім деді деп айқайлады Нұрсұлтан. Аяғына қараңыздар, оның үстіне туфли жамыш, құрғақ, бір дағы жоқ, тұздың ізі де жоқ. Мұндай аяқ киіммен қалайша қар кешіп жүре алады? Зектің сандырағына қолын бірақ сілтеуге дайын тұрған тергеуші еріксіз төмен қарады. Қарап еді, қабағы көтеріліп кетті. Болаттың аяғында расымен де мінсіз таза, қымбат италиялық замыш лоферлер тұр еді. Ал Нұрсұлтан Динараны тапқан терең қардың ішіне ондай аяқ киім 1 минуттақ суға малынып балшыққа айналар еді. Палатаға электр тоғындай тылсым тыныштық орнады. Осы тыныштықта Болаттың аяқ ауыстырғанға еденге шықырлаған дыбыс анық естілді. Ол айғақты кереуеттің астына жасыруға тырысқандай болды. Бір сәт бұрынғы қайғылы асқақ жүзін қызыл дақ басып, көзінде бұғып қалған аңның үрейі жылт етті. Мен көлікке аяқ киімді ауыстырдым деді ол. Бірақ дауысы дір етті. Бұрынғы барқыт сенімнен түк қалмады. Тергеуші басын баяу көтерді. Енді оның көзінде шаршау жоқ еді. Онда өтірікті сезген кәсіби аңшының сергектігі тұрды. Ауыстырдыңыз деді. Болатқа бір қадам жақындап конвойға жасап. Ал дымқыл киім қайда? Шалбардағы із қайда? Сіз тым құрғақсыз Болат мырза. Қыстың орманында 4 сағат жүгірген адамға тым таза, тым құрғақсыз. Болат өзінің менмендігімен өзі құрған қақпанға түскенін түсінді. Оның реакциясы бірден әрі ақымақ болды, әрі жануарлардың үрейімен жасалған қимыл. Ол дәрігерлерді тергеушіге қарай итеріп, дүрбелең жасап, дәлізге қарай қашпақ болды. Жолымнан кетіңдерді шыңғырды ол, барлық беделінен айырылып. Бірақ жолын Нұрсұлтан кесті. Қолы кісендеулі болса да, бұрынғы дәрігер рефлекспен қимылдады. Ол иығын тосып, жүгіріп келе жатқан денені қарсы алды. Болат тайғат кафелде тепе-теңдік жоғалтып, сарт етіп полицейлердің аяғына құлады. Жерге жат, қолыңды шығар деп ақырды тергеуші. Сол сәтте бизнесменнің білегіне тағылған кісеннің шық еткен дыбысы Нұрсұлтан үшін өміріндегі ең әдемі әуен болды. Көз жасынан әлемді әрең көріп тұрған Динара кенет тіл қатуға күш тапты. Оның дауысы әлсіз, бірақ нық еді. Сол бір ғана сөйлем бұл өтіріктің табытына соңғы шегені қақты. Оның қалтасында телефон бар. Менің телефоным. Ол бізді көліктен итеріп түсіргенде көмек шақырмасын деп тартып алған. Тергеуші Болатты жұлқып тұрғызып, пальтосының қалтасына қолын салды. Сол жерден экраны сынған қызғылт смартфонды алып шықты. Экран жанып, түсқағазда жаңа туған сәбидің құшақтаған, күлімдеп тұрған Динараның суреті шықты. Бар жоғы бірнеше күн бұрын түсірілген фото. Өмірлері тұзаққа айналмай тұрып. Болат тағы бірдеңе айтпақ болып қимылдады. Жаңа өтірік ойлап тапқысы келді. Бірақ тергеуші енді оны тыңдаған жоқ. Ол қайғылы әке болып көрінген, ал шын мәнінде суыққанды қылмыскерге жирене қарап, 2 адамды өлтіруге оқталған үшін қамауға ілу рәсімдеңдер деп бұйырды. Болатты бар жылтыры төгіліп, жалынышты еңіреген қорқаққа айналған күйінде палата сыртқа сүйреп алып шыққанда бөлмедегілердің тынысы жеңілдегендей болды. Сықырлаған есіктен бірге бәрін тұншықтырған улы тұман шыққандай. Тергеуші Нұрсұлтанға жақындады. Қалтасынан кілт шығарып, сарт еткізіп кісенді шешті. Ол бұрынғы дәрігердің көзіне ұзақ мұқият қарады. Сол көзқарасынан Нұрсұлтан 4 жылдан бері көрмеген бір нәрсе бар еді. Құрмет, кешіріңіз Нұрсұлтан Қайратұлы деді. Ол жай ғана алғаш рет аты жөнін атап, түрме тартып алған қадірін қайтарып тұрғандай. Сіздің байқампаздығыңыз болмағанда біз сұмдық қателік жасар едік. Нұрсұлтан сыздап тұрған білегін уқалады. Саусақтарына қан жүріп бала жатқандай сезді. Бірақ ол физикалық ауырсыну кеудесін кернеген жылы зор сезімнің жанында түк емес еді. Ол үлгірді. Ол шындықты қорғап қалды. Динара әлсіреген қолымен оның қолын сипады. Нұрсұлтан үстіндегі кір киімі мен өскен сақалынан қысылғандай болып төсектің жанына жақындады. Динара жылап отыр еді.
бірақ бұл жолғы жас қорқыныштан емес, жеңілдікпен аман қалудың жасы болатын. Ол Нұрсұлтанның дөрекі күс басқан алақанын нәзік саусақтарымен ұстап бетіне басты. «Сіз бізге өмір сыйладыңыз», деп сыбырлады ол. «Туған әкесі бас тартқанда сіз бізді тастап кетпедіңіз. Мен сізге қалай алғыс айтамын?» Нұрсұлтан не айтарын білмеді. Тамаққа өксіп тығылды. Ол тек басын сәл шайқап, еріксіз келген еркек жасын көрсетпеуге тырысты. Сол сәтте есік ашылып, палатаға Мейірбике кірді. Бір сағат бұрын оны менсінбей қараған сол Мейірбике еді. Енді ол мөлдір кеудеде ұйықтап жатқан қызғылт жүзді, жылы, тірі сәбиді әкеліп тұрды. «Апа, батырды қабылдаңыз», деп жымиды ол. Сосын кінәлі кейіппен Нұрсұлтанға көз тастады. Ал әкесіне, яғни құтқарушысына да көрсетейік. Қазір ол балаға ең жақын адам ғой. Ол орамалды абайлап шығарып, барлық ережені ұмытып, баланы анасына емес, Нұрсұлтанға ұсынды. Нұрсұлтан қимылдауға қорқып қатып қалды. Соңғы жылдары күрекпен балта ұстауға үйренген қолдары дірілдеп тұр. «Алыңыз, Нұрсұлтан Қайратұлы, қорықпаңыз», деді Динара жай ғана. «Ол сізді қалайды». Нұрсұлтан баланы кристалл ыдыстай абайлап қолына алды. Сәби жылы еді. Сүттің, тіршіліктің иісі аңқып тұрды. Ол ұйқы арасында қозғалып, ернін қимылдатты да, тас жолда бушлатасында жылтқан таныс жүрек соғысын сезгендей тынышталып, терең демалды. Сол сәтте Нұрсұлтан үшін аурухананың қабырғалары жоғалды. Түрме де, қорлық та, қорқыныш та жоғалды. Ол кішкентай жүзге қарап тұрып түсінді. Өміріндегі бар қасірет, түрме, күйреген мансап, жалғыздық, бәрі оны осы бір нүктеге, осы қарлы орға әкелу үшін болған. Ол баланы ғана құтқарған жоқ. Бұл бала оны да құтқарды. Өзі қоқыстай лақтырып кеткен әкенің баласы оны үмітсіздіктен орнынан сүйреп шығарып, өмір сүруге қайта мағына берген еді. «Мирас», деп сыбырлады Нұрсұлтан. Сәби ұйқысында оның саусағын кішкентай алақанымен қыса түсті. «Мирас Нұрсұлтанұлы, қалай естіледі?» деп ол абайлап. Динара көз жасын сүртіп, жымиып, «Өте әдемі, есімі де, тағдыры да басқа болады», деді. Нұрсұлтан терезеге қарады. Сыртта таң атып келе жатты. Бұл оның шынайы еркіндігінің алғашқы таңы еді. Ол алда тергеулер, соттар, жұмыс пен баспана іздеу, қиын күндер болатынын білді. Бірақ енді ол қорықпайтын. Өйткені енді оның мақсаты бар еді, жауапкершілігі бар еді, және оны адам ретінде керек ететін жандар бар еді. Ол сәбиді бауырына қаттырақ басты. Кішкентай жүрек соғысы өз жүрегімен бір ырғақта соғып тұрғанын сезді. Сол сәтте ол ұқты. Өміріндегі ең ұзақ, ең қараңғы түн ақыры аяқталды. Әңгімені соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарийге қай қаладан тыңдап отқандарыңызды жаза кетіңіздер, және каналға міндетті түрде тіркеліңіздер.